Қайырлы таң қыздар, завтракке дайындалатын блинчиктің бір түрі. Қазір көрсетем қалай болатын. 1 литр сүтке, менікі сәл жетпейді 1 литрге. 3 жұмыртқа, болмаса 4 жұмыртқа қосқаныңыз жақсы. Жұмыртқа қосамыз. Мына жерде менде 5 ас қасық сұйық май. Шым тұз, 1 қасық қант және де жарты қасық дрожжи қосам. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз. Мына жерде менде 2,5 стакан ұн. Қамырым дайын. Енді осы қамыр кішкене демалу керек. Алманы алып, жұқалап тураймыз. Бұл біздің начинкамыз болады. Алмаларымды турап болдым. Енді табамды қыздырдым. Осының ортасына үстіп оладьи сияқты құямыз. Үстінен пупырышки пайда болған кезде үстінен алма салып, аударып төңкереміз. Былай пісетін болады, ыстық күйінде ораңыздар. Блинчиктарым дайын болды. Өстіп орап шықтым. Бұны түрлі тәттімен беруге болады. Вареньемен, сгущенкамен. Мен бұған сахарный пудра себемін. 800 мл сүттен осыншама шықты. Жасаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.